Абай атамыз адамды сүй, Алланың хикметін сез дейді. Яғни данышпан ойшылдың адамзаттың бәрін сүй бауырым. Әділеттің хақ жолы осы деп айтуы тектен тек емес. Жақынына, айналасына жанын беруге даяр жанашыр анамыз сол әділетті хақ жолынан таймаған жан десек, артық айтқандығымыз болмас. Өйткені ол ағайын арасындағы қарым-қатынасты жылылыққа, шуаққа бөлейтін, қуаныш қайғыда тас түйін біріктіретін бауырмал еді. Бойына ізгілікті, адамилықты көркем мінезді жиған аяулы жан, мен деп кеуде соқпаған, байлық билікке ұмтылмаған, әр жасаған жақсылығын жарнамаламайтын, бар мақсаты ұлттың, ұрпақтың мәңгілік тіршілігі үшін өмір сүрді. Сондықтан да әулеттің, тіпті ұлттың ұйытқысына айналған ел анасы еді ол. Осылай жүрегіміз тебіреніп, анамыз жайлы өткен шақта сөйлеу қаншалықты қиын десеңші. Оның ғасыр жүгін арқалаған мағынаға толы өмір баяны, жүрген сара жолы біз үшін мәңгілік маздап тұрар шырағдан, қалдырған тәлімі тірлігі тағылым. Біз тілге тиек етіп отырған аяулы жан, бірімізге жеңге, бірімізге қимас бауыр. Асыл жар аяулы ана, немере жиендерінің сүйікті әжесі Назарова Гүлнар Сатуқызы. Ол 1958 жылы маусымның 30 күні Атырау облысы Махамбет ауданында дүниеге келген. Руы Шеркештің шумағы. Алайда Жаппас Көккөз руының тәрбиесінде болған. Анасы Жұмабикенің тәлімін алып, ағасы Болат пен апасы Марияштың қамқорлығын сезініп өскен жеткіншек, тал бойына бар жақсыны сіңіріп өсті. 1965-75 жылдары Махамбет орта мектебінде оқыды. 1976 жылы Гурьев мемлекеттік жобалау институты Каздор проект мекемесіне ресімдеу бюросының бөліміне корректор болып қабылданды. Еңбек ете жүріп техниканың тілін жетік меңгерген Қағілез маман 1979 жылы техник мамандығына ауысты. Еңбеккер, жігерлі жас ұжымға тез сіңісіп, әріптестерінің сенімді серігіне айналды. Қай істі де тез игеріп әкететін іскерлігі, икемдігінің арқасында кей аталған мекеменің кешенді жобалау бөлімінде қызмет ете бастады. Сан түрлі жобалардың нобайын, сызбасын ақ параққа мінсіз етіп түсіруде үлкен шеберлік пен жауапкершілікті талап етеді. Бұл үдеден де шыға білген маман үнемі алға қарай өрлеуді мақсат тұтты. Сондықтан жоғары білім алудың маңыздылығын түсінді. 1986 жылы Гурьев политехникумына құжаттарын тапсырып, оны 1989 жылы өндірістік және азаматтық құрылыс мамандығы бойынша тәмамдап шықты. Осылайша құрылыс техника деген маманға ие болып, әрі қарай еңбегін жалғады. Алған білімін тәжірибемен ұштастырып, кәсіби тұрғыда шыңдала түсті. Қызмет жолында көптеген марапаттарды иеленді. Атап айтсақ, 1977 жылы 1 мамыр мерекесіне орай коммунистік еңбек екпіндісі белгісі берілді. 1977-78 жылдары өндірістік қызметтегі жоғары көрсеткіштер үшін алғыс хаттармен марапатталды. 1990 жылы Гурьев мемлекеттік жобалау институты Каздор проект мекемесі Атырау жолдары акционерлік қоғамы болып өзгертілді. Анамыз осында 1996 жылға дейін табан аудармастан еңбек етті. Алайда 1996 жылдан бастап мекеменің таратылуына байланысты жұмыстан босатылды. Одан кейін отбасы тірлігі, бала тәрбиесімен айналысты. Отбасы демекші Аманбай әкеміздей адал жар жолығып,
1977 жылы тұрмыс құрды. Шеркеш Жауғашты Батырғожа руының Назаровтар әулетінің түсін түтетіп, алысты жақын қылды. Қайран анамыз төрінен қонақ үзілмейтін, қазаны оттан түспейтін келген жанды ауқаттандырмай жібермейтін қонақ жай еді. Сол дархан даладай пейілімен енесі Хиуаның да көңілінен шығып, ақ батасын алған болатын. Ерінің де жақсысын асырып, жаманын жасырған, қуанышын бөлісіп қиналған сәтінде қорғаны әрі қолғанаты бола білді. Жұмысқа да, жания тірлігіне де үлгерді. Тұрарбек, Айымгүл, Манарбек есімді үш құлыншағының жақсы азамат болып қалыптасуына ықпал етті. Ер азамат күтімін, бала тәрбиесін өмірінің мәнімен мағынасы санаған анамыз, қызын ұзатып, Әнуар есімді күйеу баласына ана болды. Ұлын аяқтандырып, Арайгүл есімді келін түсірді. Келіннің жанына жақын тартып, бар білген үйретуден тынбайтын. Құда жекжаттарымен құйрық бауыр жесіп, сый құрметін де аямады. Ағайын туысқа мейірім шапағатын төгіп, санаулы ғұмырында даналық дән сепкен Гүлнар Сату қызы, адамшылық бабаны болып, сол мәуелі бақшасының жемісін көрді де. Ол тәп-тәтті немерелер, сүйкімді жиендерінің жанында асыр салғанын көріп, шүкіршілік етіп отыратын. Тұңғыш немересінің атын Айбейбі деп өзі қойған болатын. Одан кейін Али Самет Арафат есімді немерелер келді. Ернұр, Бибінұр, Ағнұр атты жиендерінде айналып толғанып отырушы еді. Алайда олардың ер жетіп, есейген затын қызықтай алмай кеткені өзекті өртейді. Тойға өздерінің үлестерін қосып атқан ағайын тумалар, папкы-маңқы бастаған, алсын қайнағаларым, Аманбай екеуміздің қолымыздан ештеме келмейді. Жаңа ақылдарын айтып, біздерге поддержка беріп атқан абысындарым, қайнағаларым, қайындерім, келіндерім, қайынсіңдерім, күйеу балдарым. Сіздерге де көп-көп рахмет. Любой уақытта скорый помощьтан да бірінші келетін осы жерде өзімнің жақсы көршілерім. Қай уақытта да басымызға қуаныш болсын, қайғы болсын, әрқашанда табылатын өзіміздің құрбы-құрдастарымыз, жолдастарымыз. Аманбайдың бірге жарты құртты жарып жеп, бүтін құртты бөліп жеп жүрген Камажиш жолдастары әлбек бастаған. Сіздерге де көп-көп рахмет семьяларыңызбен. Асыл анамыз 2020 жылдан бастап сырқаттанып, ауырып қалды. Айыққанын, аяғынан түк тұрғанын қанша қаласақ та, діттеген дерт өздегеніне жетпей қоймады. Ақыры 2021 жылдың көктемінде аяулы анамызды қимастықпен мәңгілік сапарға шығарып салдық. Асылда аяулы анамыздың ортамызда жоқтығы жанымызға батады. Қанша есейсек те, ананың орны бөлек екен. Айналаға жайлы жайсаң жан еді, бітімі бөлек, ісі ерек нар еді, адалдығы жарқылдаған мінезі, бар жақсылық өн бойына тән еді. Бауыр десе жұлып берер жүрегін, ерекше боп өткен жанның бір еді, жанарда мұң, жоғалды сабыр өзіңсіз, табылар ма бұл қайғының біремі? Сіз кеткелі, мына жалған өмірден, шықпадыңыз бір сәтке де көңілден, өзіңізбен өткен күнді еске алсақ, көз жасымыз көлдей болып төгілген. Жаны нұрлы,
жүрегі жұмсақ жүзінен мейірім төгіліп тұратын, сөзі қазына, Гүлнар сату қызының артында ғибратты сімен өшпес өнегесі қалды. Бірақ ғұмыры келте болғанмен тұғыры аласарған жоқ. Осындай туған жері, отбасы үшін аянбай еңбек еткен, тұғыры биік кісілік пен кішіліктің тізгінін тең ұстаған, көкірегі көмбе, қол ашық ағайын десе, жүрегін бөліп беруге даяр ақжарқын жанның есімі ұмытылмауы тиіс. Оның жаққан имандылық жарығы жүрегімізде сөнбек емес. Көзден кетсе де жарқын бейнесі әрдайым көңіл төрінде қала бермек. Жаныңыз жәннатта болсын, анашым. Ұрпақтарыңыз аман есен, Аллаға шүкір.